Құрма Құран аяттарында көп кездесетін жеміс түрі. Имам келтіргендерге жәннатта әзірленген небір дәмді тәтті астардың ішінде құрма да айтылады. Алла тағала Құранда ерекше мән берген бұл жемістің химиялық құрамын зерттеген кезде көптеген пайдалы заттар анықталды. Құрма адамзат баласының барлығына танымал ең көне жеміс болып табылады. Өзінің нәзік, тәтті әрі құнарлы сипатымен қазіргі таңда көптеген әлем елдеріндегі маңызы зор жеміс болып отыр. Ғалымдар бұл жемістің барлық жаңа қырын және таңғаларлық ерекшелігін әрі таңдаулы ас екендігін ғана емес, небір түрлі ауру сырқаудың таптырмас емшісі екендігін анықтап отыр. Сондай-ақ Құран аяттары біздің назарымызда құрманың адам баласына берер пайдасын аударуда. Мәриям сүресінен бір аят келтірер болсақ, сонда оны толғақ қысып, құрма ағашының түбіне барады. Әттең-ай, мен бұдан бұрын өліп қана қалап, мүлде ұмытылып кеткен болсам еді. Оның астындағы жағында періште, кейіме Раббың астыңнан бір бұлақ жаратты деп дыбыстады. Құрманың бұтағын өзіне қарай сілкі, саған жас құрма түседі деген үн келді. Ал енді жеде іш, көзайым бол. Солға сәті келген кезде Алла тағала салихалы Мәриямға Иса пайғамбар саллаллаху арқылы құрманың дәмін таттырады. Бұл Құрандағы әмір илхи даналықты меңзейді. Жақында ғалымдар құрманың әйел адам босанар кездегі берер пайдасын және де аяғы ауыр әйел мен іштегі нәрестеге пайдалы екендігін анықтап отыр. Құрманың құрамында үлкен мөлшерде қант бар екен, яғни 60-65%. Бұл барлық жемістермен салыстырғанда ең үлкен көрсеткіш болып табылады екен. Дәрігерлер әйел адамдарға жүктілік кезінде және босанатын күні үзбей осы жеміс шырынын ішуге кеңес береді. Себебі бұл жеміс шырыны ағзаға әсереген анаға күш береді. Сонымен қатар босанушы әйелдің ағзасында жаңа туған нәрестеге өмірінің ең алғашқы сәтінен бастап өте қажетті ана сүтін құрайтын химиялық реакцияның жүзеге асуын қамтамасыз етеді екен. Сондай-ақ босану кезінде әйел адам көп қан жоғалтқандықтан қанының құрамында қанттың мөлшері төмендеп кетеді екен. Құрма ағзадағы қантты толтырушы болып табылатындықтан қан қысымының төмендеуін болдырмайды екен. Бұл жемістің құндылығы өте жоғары болғандықтан әлсіздік басқан және сырқаттан әлсіреген жандарға өте пайдалы екен. Өйткені құрма адамның күш-қуатын қалпына келтіреді екен. Бұл анықталғандардың барлығы Алла тағаланың салихалы Мәриямға не себепті бұл жемісті жеуге әмір еткендігі даналығын көрсетеді екен. Себебі құрма ана ағзасына күш береді және де нәрестенің жалғыз қорегі ғана болып ана сүтінің түзілуін жүзеге асырады екен. Есте болар жайт, құрманың құрамында ойдың жүйелі болуына және денсаулыққа пайдалы 10 түрлі элемент бар екен. Бүгінде ғалымдар адам баласының тек құрма мен суды азық етіп бірнеше жыл өмір сүре алатындығын анықтап отыр екен. Құрманың құрамындағы окситоцин деген химиялық зат заманауи медицинада босанатын әйелге жәрдем беретін препарат ретінде қолданылады екен. Окситоцин босану процесін жылдамдатады. Көптеген ғылыми дереккөздер бұл препаратты жылдам босандыру дәрісі деп сипаттайды. Бір қызығы, босанғаннан соң окситоцин ана ағзасындағы сүт түзуші затқа айналып кетеді екен. Окситоцин негізінде мидың артқы жақ гипофизіндегі түзілетін және де толғақты шақырушы жатыр және жамбас буындардың тарылтушы гормон болып табылады екен. Ананың ағзасын босануға дайындаушы да осы гормон екен. Құрма 50% қанттан тұрады екен. Сондықтан да өте нәрлі. Ол ағзада тез таралады. Қант шырыны жүйке жүйені тыныштандырады екен. Құрма мидың қызметіне өте пайдалы. Себебі 2% ақуыздан тұрады екен. Сондай-ақ А, В және В2 дәрумендеріне бай. Ақуыздар ағзаны жұқпалы аурудан қорғаушы қызметін атқарады екен. А дәрумені көз бұлшық еттерін жақсартады, сүйек және тісті қатайтады екен. В1 дәрумені ақуыздарды, көмірсулар және майларды жойып, ағзадағы жасушалардың жаңаруын қамтамасыз етеді екен. Құрманың нәрлілігі тұқымдағы адам ағзасында қажетті минералды заттардың құрамына байланысты болып табылады екен. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қаңқамен тіреуіш әрі қозғалғыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді екен. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды екен. Ғалымдар құрманың адамның жүйке талшықтарының қызметінің жақсаруына тигізетін әсерін ерекше айтып өтеді екен. В6 дәруменінің адам ағзасына беретін әсерін зерттеген Беркелей университетінің дәрігерлері құрманың құрамындағы В6 дәрумені жүйке жүйесін жақсартып, құрамындағы магний
бұлшық еттің жұмысының маңызы зор екендігін анықтаған екен. Сонымен қатар құрманың құрамындағы магний бүйрекке ең пайдалы зат болып табылады екен. Күніне 2-3 тал құрма жеген адамның ағзасындағы қажетті магнийдің тәуліктік мөлшерін алған болып табылады екен. Құрамындағы В бір дәрумені